Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен духовкада дайындалатын өте дәмді сочны болып шығатын лили кебапты бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды білдіре кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Ең алдымен бізге осындай майлы фарш қажет болады. Егер фарш майлы болмаса, май қосып жіберсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер: бір дана жұмыртқа, укроп, кинза, петрушка және де пияз қажет болады. Барлығын блендерге саламыз. Пиязды осылай ұсақтап турап алып қосамыз. Барлығын көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады. Осылай барлығын біркелкі болғанша блендермен езіп аламыз. Мінекей дайын. Енді фаршымыздың үстіне қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Барлығын мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көз мөлшерімен алсаңыздар да болады. Барлығын осылай қолымызбен мұжғалай отыра араластырамыз. Кішкене біріккеннен кейін осылай ұрғылаймыз. Не үшін ұрғылаймыз? Өйткені біздің шашлыктеріміз бір-бірінен ажырап кетпеуі керек. Көбінше котлет дайындағанда, тефтели дайындаған кезде осылай фаршты міндетті түрде ұрғыласаңыздар, сіздердің котлеттеріңіз, жаңағы тефтелиларыңыз бөлініп кетпейтін болады. Бірден бір секреті осы. Кішкене сұйықтау болады. Ажырап кетеді деп қорықпаңыздар. Фаршымыз осылай біріккенше ұрғылаймыз. Фаршымыз дайын болды. Духовканы алдын ала 180-200 градусқа қыздырып қоямыз. Қолымызды осылай сулап отырып, өзімізге керек көлемде жасап шығамыз. Осындай шпажкаға кіргіземіз және де формасын қолымызбен келтіреміз. Жасамастан бұрында осылай қолымызбен бір-біріне ұрғылап біріктіріп аламыз. Шпажкаға кіргізіп, барлығына әдемі форма береміз. Мінекей шашлыктарымыздың барлығы дайын. 200 градустық пеште 20-25 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Дастарханға ұсыну өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кішігірім қасына салат дайындап берсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.